Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет тамаша. Мінекей. Оң бет осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Қандай тамаша, Бұл узормен кардиган болсын, шапка болсын, не нәрсе болса да тоқуға болады. Тіпті жемпірмен свитер тоқса да қатып кетеді. Сосын бұл узор өзі 8 қатардан және 3 көзден ғана тұрады. Бар болған узор. Қандай керемет. Тамаша. Ал ендеше кеттік. Осы узорды бүгін тоқып көрейік. Мен мына жерде 17 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Біз қазір мына узордың екеуін тоқып көретін боламыз. Ал кеттік ендеше тоқып көрейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Узорымыздың бірінші қатары. Біріншіні тоқымай іліп аламыз. Сөйтеміз де 3 теріс тоқимыз. 1, 2, 3. 3 оң. 1, 2, 3. 3 теріс. 3 оң. 1, 2, 3. Соңғысы 3 теріс. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Узорымыздың екінші қатары. Екінші қатарда біз сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың екінші қатарда аяқталды. Узорымыздың енді үшінші қатары. Үшінші қатары, біз уже 2 қатар тоқыдық. Енді біз әлі 4 қатар дәл осы сурет бойынша тоқитын боламыз. Үшінші қатар. 3 теріс. 3 оң. Дәл осылай, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың үшінші қатарда аяқталды. Узорымыздың енді 4-ші қатары. 4-ші қатарда біз сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың 4-ші қатарда аяқталды. Узорымыздың 5-ші қатары. 5-ші қатарда 3 теріс, 3 оң қылып, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей. Мінекей, 5-ші қатар аяқталды. Енді 6-ші қатар. 6-ші қатарда дәл сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз.
мінекей 6-шы қатарда аяқталды. Мінекей. Енді біз дәл осы 6 қатар қылып тоқыған себебіміз, қазір біз мына ортадағы көзді 6 қатар төмен сөгетін боламыз. Ал кеттік ал. Узорымыздың енді 7-ші қатары. 3 теріс, 1, 2, 3. 1 оң. Енді мына ортадағы оң көзді біз қазір 6 қатар төмен сөгетін боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей. Енді санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей. Енді мынау төменде қалған біз мына бір көзді іліп алып, мынау арт жағынан мына ұзын көзді тартып алып, өйстіп оңғып тоқып жібереміз. Жүзімізді шамалтардайық. 1 оң. 3 теріс. 1, 2, 3. 1 оң. Тағы бір қайталап жіберейік. Мына ортадағы көзді біз қазір сөгетін боламыз. 6 қатар төмен. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей. Сөйтеміз де, мынау қалып қалған төменде қалып қалған көзді біз іліп алып, мынау арт жағынан мынау ұзын көзді біз қазір тартып алып, мінекей, оңғып тоқып жібереміз. Мінекей, сәл ұзындау қылып. 1 оң, 3 теріс. 1, 2, 3. Осымен узорымыздың 7-ші қатары аяқталды. 8-ші қатар. 8-ші қатарда біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Жаңа айтқанымдай, бұл узор өзі 8 қатардан тұрады. Мінекей, узорымыздың 8-ші қатарда аяқталды. Енді узорымызды бір көріп жіберейік. Мінекей. Тамаша. Әдемі болып шығып отыр. Керемет. Ақшпен де тамаша болады екен. Мінекей, осылай әрі қарай жалғастырып кете бересіздер. Тура бірінші қатардағыдай 3 теріс 3 оң, 3 теріс 3 оң қылып 6 қатар тоқисыздар. 7-ші қатарда мына жердегідей мына узорды мынандай өзгеріс болады. 6 қатар төмен сөгіп жібересіздер. Мінекей. Бар болғаны сол. Ал енді үлкен тоқымамызды көріп жіберейік. Мінекей. Қараңыздар, шыққанда керемет, тамаша. Мінекей. Бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болады. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.